Бауыр неге ауырады? Белгілері мен емдеу жолдары. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерге қашан көріну керектігі туралы көріңіз. Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмас үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсам, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Бауыр неге ауырады? Сарапшылардың айтуынша бауыр ешқашан ауырмайды. Бауырда жүйке талшықтары жоқ, сондықтан ол ауырмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен, ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғаятыны соншалық, біз оны қолымызбен сезе аламыз. Көбінесе оң жақ қабырға астында ауырсыну басқа органдармен, мысалы тоқішектің көтерілу бөлігімен, өт қабымен байланысты болады. Кейде асқазанның 12 елі ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындауы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда айтылғандай, бауырдың өзі ауырмайды, орган орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдану кезінде туындайтын белгілерге тоқталайын. Қолайсыздық. Бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруына тән емес және көбінесе өттегі тас түзілуі ауруынан туындайды. Сарғаю. Егер бауырдың зақымдалуына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл орган ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттардың сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы, адам қатты әлсіздік сезінуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Мамандардың пікірінше, бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде органға жүктемені азайту керек. Яғни алкогольді, темекі шегуді, кейбір дәрі-дәрмектен бас тарту керек. Дегенмен маманмен кеңеспей дәрі-дәрмектен өз бетінше бас тартуға болмайды. Бұл денсаулыққа пайдадан гөрі көп зиян келтіруі мүмкін. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Сонымен қатар, мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексеруі керек. Олар: артық салмағы бар, аз қимылдайтын өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққан, созылмалы вирусты гепатит ауруы бар, алкогольді ішімдікті шамадан тыс тұтынатындар, туыстарында бауыр ауруы бар адамдар, себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар. Бауыр ауруы туындау қаупі кімдерде жоғары? Сондай-ақ белсенді жыныстық өмір салтын ұстанатын,
қанмен тұрақты байланысты әрекеттер орындайтын адамдарда, яғни дәрігерлер, полицейлер, құтқарушыларда бауыр ауруы туындау қаупі жоғары. Балықты шикідей жеуге әдеттенген кейбір ұлт өкілдері мен адамдарда осы топқа кіреді. Себебі балық етін шикідей жеумен байланысты бауыр аурулары бар.